күндердің күнінде Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар заманында өмір сүрген, бірақ пайғамбарды көрмеген Уайс ибн Амир әл-Қарани есімді өте тақуа кісі болыпты. Ол Йемен қаласында Мурат деген тайпадан шыққан. Оның анасы бар еді. Ол анасының барлық жағдайын жасап, өте жақсы қарайтын. Уайстың бұл әрекетіне Йемен халқы сүйсіне қарайтын. Бұған қоса, ол шынайы тақуалығымен де танымал болды. Құлшылыққа өте берік, кеш батып, таң атысымен нәпіл намазын көп оқитын. Уайс өзінің жағдайы төмен болғанына қарамастан, өзгеге қол ұшын беріп, садақа беруді жаны сүйетін. Ол әрдайым жаратқанға: «Ей Раббым, мен барда айналамда аш пендеңді қалдыра көрме, және мен барда айналамда жалаңаш пендеңді қалдыра көрме» деп дұға ететін. Осылайша ол өзінің көркем мінезімен де халықтың ризашылығына бөленген еді. Ардақты пайғамбар бірде сахабаларын жинап, Уайсты көзі көрмесе де ол туралы жақсы сөз айтады. Содан уақыт өтіп, пайғамбар алейхиссалату вассалам дүниеден озғаннан кейін Омар ибн Хаттаб Уайс туралы есіне түсіп, оны іздестіре бастайды. Меккенің айналасында Йеменнен келе жатқан әр керуенді тоқтатып, олардан Уайс туралы сұрастыра бастайды. Іздестіруден талмаған Хазіретті Омар ақыры Уайсты кездестіріп, оған: «Сен Уайс ибн Амир әл-Қаранайсың ба?» дейді. Ол «Я» деп жауап береді. Омар: «Мурат тайпасынан шыққансың ба?» дейді. «Я». «Сенің жүзіңде ісік ауруы болды ма?» дейді Омар. «Я, бірақ Аллах тағаладан ем сұрап едім, жазылып кетті, шүкір» дейді Уайс. «Ал сенің анаң бар ма?» дейді Омар. «Я, бар». Сонда Омар оның Уайс екеніне көзі жетіп: «Мен үшін Раббыңнан кешірім сұрашы» дейді. Мұндайды күтпеген Уайс: «Сіз ардақты пайғамбардың ұлы сахабасы емессіз бе? Керісінше, сіз мен үшін кешірім сұрауыңыз керек деп ойлаймын» дейді. Сол сәтте Омар ибн Хаттаб: «Расында Аллахтың елшісі бізге: табиғиндердің ішінде ең қайырлысы Уайс ибн Амир әл-Қарани. Ол Йемен жерінде Мурат деген тайпадан болады. Оның жүзінде ісік ауруы бар болатын, бірақ Аллахтың қалауымен жазылып кетті. Оның анасы бар, және ол анасына өте қатты құрмет көрсетеді. Егер онымен жолықсаңдар, оның сендер үшін кешірім сұрауын өтініңдер» деп өсиет қалдырған болатын. «Ендеше сен мен үшін кешірім сұрашы» дейді Омар. Уайс Омар үшін кешірім сұрайды. Содан Омар оның Куфа қаласына бара жатқанын біліп, «Куфада сені жақсы күтіп алсын деп бұйырайын ба?» деп сұрайды. Сонда Уайс: «Жоқ, әрине, мен адамдардың ішінде қарапайым болғанды жақсы көремін, қажеті жоқ» дейді. Келесі жылы Омар Меккеде қажылық парызын өтеуге келген йемендік бір кісіні жолықтырады. Одан Уайс туралы сұрайды. Ол Уайсты соңғы рет кепедей тар үйде жағдайы төмен екенін көрдім дейді. Омар оған пайғамбардың Уайс туралы айтқан хадисін жеткізеді. Содан қажылық маусымы бітіп, әлгі йемендік жолаушы елге оралып, Уайске барып кешірім сұрауды өтінеді. Уайс таңғалып: «Сен өзің күнәдан арылып, ұлы қажылық сапардан келе жатқан адамсың. Қайта сен мен үшін кешірім сұрасаң жарасар еді» дейді. Басын шайқаған йемендік өтінішін қайталап: «Мен үшін кешірім сұрашы» дейді. Сонда Уайс: «Меккеде Омар ибн Хаттабты кездестірдің ау деймін». «Я, ол маған сен туралы пайғамбардың хадисін жеткізді» дейді. Деген өтінішіне қол жеткізгеннен кейін әлгі йемендік жігіт жергілікті халыққа Уайс туралы хадисті таратып, одан кешірім сұрау керектігін айта бастайды. Мұны сезген Уайс іштей: «Халықтың мадақ мақтауы көбейсе, өзімді жоғары санап, қарапайымдылық қасиетімнен айырылып қалу мүмкін. Аллах разылығы үшін бұған дейін жасаған барлық амалдардың сауабы жойылып кетуден қатты қорқамын» деп жаратушымен таза ниетте қауышуды қалаған ол көп ұзамай үйін тастап Куфа қаласына қоныс аударып кетіп қалады. Осылайша ол Куфа жерінде қарапайымдылығын сақтап, сахабалардан терең білім алып, үлкен табиғи ғалымына айналған екен.